Жыл басынан бері Жамбыл облысында 54 өрт оқиғасы тіркелген. Мұндай қайғылы жағдайлар тек материалдық қана емес, адам шығынында әкеп соғады. Алайда қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау арқылы бұл оқиғалардың алдын алуға болады. Осыған орай төтенше жағдайлары басқармасының қызметкерлері Тараз қаласындағы жеке тұрғын үйлердің тұрғындарымен профилактикалық шара өткізді. Қала аумағында өткізілген профилактикалық шара барысында төтенше жағдайлар қызметінің мамандары арнайы нұсқаулар мен ережелерді түсіндірді. Сондай-ақ жеке нысандарды аралау барысында үйлерге улы газды анықтайтын арнайы құрылғы орнатылды. Жылыту маусымы басталғалы бері 2876 датчик орнатылды. Бұл бағытта жұмыстар жалғасуда. Жыл басынан тұрғын үй секторларда улы газдан 6 адам уланған. Олар жеңіл деңгейде уланып, больницадан, ауруханадан шығарылды. Жеке тұрғын үйлерде көбінесе электр желілерінің ақауларынан, газ құрылғыларын дұрыс пайдаланбаудан немесе ашық отты қолданудан өрт болады. Құтқарушылар пештер мен электр құралдарын дұрыс пайдалану және түтін мұржаларын үнемі тазалап отыру қажеттігін қатаң еске салады. Есть техника, которая ходит постоянно. Жылына бірнеше рет түтін мұржамды тексеремін. Газ қызметінің мамандары қажет болғанда келіп тексеру жұмыстарын жүргізеді. Отбасымның қауіпсіздігіне жауапкершілікпен қараймын. Кейде адамдар ұйықтап жатып оянбай қалады. Олар улы газбен уланып қалады. Сондықтан мен әрдайым сақтанамын. Ал енді улы газды анықтайтын датчик орнатылды. Бұл үшін үлкен рахмет. Өңірде алдын алу шаралары жүргізіліп келеді, дегенмен жыл басынан бері бірқатар оқыс оқиға тіркелген. Жамбыл облысы аумағында 54 өрт оқиғасы тіркеліп, жалпы сомасы 6 миллион 590 мың теңгені құрайтын материалдық шығынға алып келді. Салдарынан бір адам жарақат алды. Сонымен қатар жыл басынан улы газбен уланудың 4 оқиғасы тіркеліп, 2 адам қаза болып, 7 адам жарақат алды. Оқыс оқиғадан сақтану үшін не істеу керек? Қарапайым ғана қауіпсіздік ережелерін ескеру керек. Мамандар осыны ескертеді. Назерке Тазабаева, Ермек Кеншімбек, Айқын ақпарат.